Қыздар, сметаник дайындайтын боламыз. Ең алдымен осындай жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызға шекерімізді, жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстіне илектен өткізілген ұнымызды, разрых етелімізді салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың барлығын басы бірігуі қажет. Осылайынан барлығын біріктіріп, холодильникке, пакетке салып, холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Дайын болғанша ішіндегі массасын дайындаймыз. Менде 20% қаймақ, үстіне шекерімізді, жұмыртқамызды, үстіне ванильді сахарымызды және кукурузный крахмалымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен осылайынан араластырамыз біркелкі болғанша. Менде 24 размерлік тапамызға осылайынан қолымыздың көмегімен біркелкі қылып жайып, үстіне массамызды құямыз. Осыны 160 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды.